Сәлем достар, сіздермен мен Нұрсұлтан KAZAKH Dream каналы. Алдыңғы видеода Иринакайратовналардың 5 әні түсірілген отсылкалардан кейін көрермендеріміз Иринакайратовна мен NINETYONE-ның TABOO әніне отсылкалар жасашы деген болатын. Сол себептен бүгінгі видео сол көрермендерімізге үшін Иринакайратовна мен NINETYONE-ның клипіне отсылкалар жасап және де ескерте кететін жайт мен өзім байқаған және де өзім түсінген отсылкаларды ғана сіздерге ұсынатын боламын. Алдыңғы видеода маған белгілі бір көрермендеріміз маған сен толық разбор жасамапсың деп айтқан болатын. Ескерте кететін жайт, мен ең бірінші түсірдім. Менің түсіргенімнен кейін барып адамдар оларды толықтырып, мен байқамаған нәрселерді айтқан шығар. Және де ескерте кететін жайт, барлық толық обзор әлі түсірілген видеоны көргенім жоқ. Себебі бір көрерменіміз маған бір ғана мысал комментарийде Алдияр Жапархановтың сөйлеп тұрған, яғни образында артында шырша тұрған болатын. Сол шыршада 5000 теңгеліктер ілініп тұрған болатын. Соның мағынасын мысалға ешқандай видеода көргенім жоқпын. Яғни ол кім қандай отсылкаларды көріп тұр, кім нелерді байқады, сол адам тек қана сол нәрселерді түсіндіре алатын болса ғана белгілі бір тұжырымдарға келіп, оны көрерменге ұсынады. Сол себептен бүгінгі видеода да TABOO әнде өзім байқаған отсылкаларды сіздерге ұсынатын боламын. Егер де сіз басқа отсылкаларды байқасаңыздар, міндетті түрде комментарийға жазып кетіңіздер. Ендеше біз отсылкаларды бастайтын боламыз. Ендеше кеттік. KAZAKHтың ең бірінші отсылкасы Ләйла Сұлтанқызының өз ойым жобасына бағытталады. Интернеттен қарап қандай тақырыпта жоба түсірілгендігі туралы біле аласыздар. Ең атақты болған тақырыптардың бірі қазақ қыздары интернетте пәктігін сату жайлы болған болатын. Осы тақырыптан кейін Нұрболхан Шарапов осы өз ойым бағдарламасын жабуға көптеген іс-әрекеттер жасады. Және де Ләйла Сұлтанқызымен болған сотта Нұрболхан Шарапов жеңіп, өз ойым бағдарламасын жауып тастаған болатын. Қазіргі таңда бұл жоба ешқандай телеарналардан көрсетілмейді. Екінші отсылка Баян Алагөзоваға бағытталды. Және де қандай мақсатта отсылка жасап тұрғанын білмеймін. Олар тіпті Қара бері деген жобада бірге жұмыс жасаған болатын. Үшінші отсылка қазақ эстрадасындағы кешуде болған Жанар Доғаловаға отсылка жасалады. Бірақ қандай мақсатта жасалғаны түсініксіз, себебі Жанар Доғалова мен NINETYONE айта берсін әнін Гәкку әуендерін 2016 жылы бірге орындаған болатын. Сонымен қатар Төреғалидан басқа Қайрат Нұртас пен Ернар Айдарды да өзінің текстіне қосып кетеді. Бір байқағаным, тыйын істесем болды, тек терлемесін маңдай мен сандай және де маңдай деген сөзінен байқауға болады. Осы үш әнші де басқа мемлекеттердің әндерін плагиат жасап, яғни NINETYONE-ның сөзімен айтатын болсақ, ешқандай да еңбек етпей той бизнесте ән айтуға болады дегенге келтірген шығар. Сонымен қатар Ақылбек Жеменей мен Қыдырәлі Болмановқа отсылка жасалады. Барлықтарыңызға белгілі деп ойлаймын. 91 тобы ең алғаш шыққан кезде осы екі әнші тарапынан 91 тобына қарсы пікірде болған әншілердің қатарында болған болатын. Сонымен қатар елбасымыз бен қазіргі президентіміздің аты жөндері де осы видеода отсылка ретінде айтылады. Бұл өлеңнің қайырмасын әлем мен АИС-тің текстарын оқып қарасаңыздар, халыққа жалған, яғни алдау туралы жалған уәделер туралы айтылғандығын байқауға болады. Барлықтарыңыз байқаған шығарсыздар, Илья бұл конференцияға шақырылмаған қонақ ретінде келеді, және де ол өзінің бір сөзінде ұлтшылдық туралы әңгіме қозғайды. Сонымен қатар оның екінші отаны Қазақстан екендігін көрсетеді. Ол кісінің аты жөнін айтуға болмайды, өйткені Қазақстанда тыйым салынған. Ол кісіні барлықтарыңыз білесіздер деген ойдамын. Алдияр өз кезегінде Оруэлл мен Хакслидің негізгі ойларын айтып кетеді. Оруэлл деген британдық жазушы, ол өз кезегінде барлық ақпараттар адамдарға қолжетімсіз болып қалуынан қорыққан, ал Хаксли барлық ақпараттардың қолжетімді болуы қоғамға кері әсер етеді деп ойлаған. Сонымен қатар Алдияр теңгенің құнсыздығы және де сонымен қатар теңгенің дементорлары дегенді айтып кетеді. Дементор деп отқанымыз ойдан шығарылған Гарри Поттердағы
персонаж, яғни кейіпкер, ол жалпы адамдардың бақытын ұрлайтын кейіпкер болып есептеледі. Ал біздің мемлекеттегі дементорлар, олар халықтың бақытын алып отыр, яғни тендерлерді ұтып алатын адамдар дегенге келтірген. Сонымен қатар пандемияның ең ауыр кезіндегі салютты да ұмытпаған. Жалпы бұл салют пандемияның ең ауыр кезінде Нұр-Сұлтан қаласында, еліміздің астанасында атылған болатын. Менің жеке ойым, марка ол ашулы халықтың рөлін ойнап тұр, және де ол өз сөзінде екі мемлекеттің ортасында әрең өмір сүріп жүрген, және де алда не боларын білмейтіндігі туралы айтып жатыр. Ол әрине екі мемлекет, Ресей мен Қытай мемлекеттері. Сол себептен марка ол халықтың рөлінде ойнап отыр. Ең соңғы сөз, бала өз текстінде проблемалардың амбассадорымын деп көрсетеді. Ол әрине жемқорлық. Қазақстандағы ең көп проблемалардың барлығы осы жемқорлықтың кесірінен болып отқандығы, және де ол өз сөзінде орман тамырсыз болмайды, және соны өздерің ектіңдер дегенге келтіреді. Ол деп отқанымыз Қазақстандағы жемқорлықты өзіміз алып келгендігінің белгісі. Клиптің соңында үстел басында отқан адамдардың барлығы әйспен әлемнің қолдарын ұстамай, үстел басынан түрегеліп, барлығы кетіп қалғанын көрген шығарсыздар. Ол әрине барлықтарыңызға түсінікті болды деген ойдамын. Осылайша біздің видеомыз аяқталды. Мен байқаған отсылкалар осылар болды, және де сіздерге ұнады деген ойдамын. Видеоны маған қолдау ретінде жай ғана лайк басып, комментарий жазып, арнамызға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған мен Нұрсұлтан, KAZAKH каналы. Келесі видеода жолыққанша қош, сау болыңыздар.